Бұл айтқанда есеп шығарудың кітапта жазылмаған әдіс тәсілдері, лайфхактар. Бұл китайский метод сені наугаттан құтқарады. Бұл китайский метод сені өте қиын есептерді, яғни басыңды жанында қинамай шығару жолын табуды үйретеді. Екінші себеп бұл нейроматематика. Бұл мидың негізгі, мидың мүмкіншілігін ескере отырып, математиканы үйрену деп түсінсеңіздер болады. Яғни бұл айтқанда басынан формулаларды есте сақтауға, тез есте сақтау жолдарын үйретуге арналған. Мысалы, жалпы тригонометрия деген тақырыпты алайық. Осы тақырыпқа байланысты мен китайский методика көрсетейін. Бірінші, бірақ есептің негізгі шығару жолы. Бұл жерде енді бірнеше формулалар, айтқанда мәндерді бәрін білу керек. Мен бұлардың барлығын алып тастаймын. Мен бұларды білмеймін деп есептейін. Сол кезде математика есепті шығару үшін Қытай әдісі қалай көмектеседі балалар? Біз алдықта бірінші мына мәндерді алдық, калькуляторды қолдандық. Мінекей, калькуляторды алдық, үштің түбірін тауып есептедік. Осындай 4 түрлі мән шықты. Бұл бізге не береді деген сұрақ қой. Бұл бізге не береді мынау 4-еуі? Сосын біз мынандай нәрсеге қарадық. Тангенс 30 градусты қараса қанша? 1/түбірасты 3, 45 градуста 1, 60 градуста түбірасты 3. Мәндерін есептеп қарасақ, мынау өсіп баратыр екен. Ең соңғысы 1/73, яғни жоғары қарай өсіп баратыр. 75 градус, значит, ол 60 градустан көп болады. Яғни 1/73 деген көп болады. Қарасақ, мына үшеуі 1/73 азғантай, жауабы А. Қарасақ, осылай бір кішкентай ғана бір өспелі функция несіне қарап отырып, қана біз есепті шығара салдық. Ешқандай форма, ештеңе керек емес болып қалды бізге. Түсінікті ғой, китайский методика деген осы жоқ жерден бір әдіс тәсілдер шығарып, сізді құтқарып қалу былай айтқанда. Балалар, теңсіздіктер, прямо ентің есебі былай айтқанда, қараңыздаршы. Логарифм, мысалы, біреу шығара алса, біреу шығара алмайды деген сияқты. Бұған мысалы миллион деген методикаларымыз бар. Осындай методикалар ештеңе білмесеңіз, жалпы қалай шығарамыз балалар. Яғни қараңыздаршы, осы бір теңсіздіктер жүйесін шығару үшін біз ешқандай анықтау облысын таппаймыз, ешқандай сызбаймыз, ештеңе зерттемейміз, сандар қоймаймыз. Тек білеміз. Мына жауаптарда тұрған ABCD варианттар тек сол аралықтардан ғана белгілі бір санды алып қоя саламыз. Ол санның өзінің случайно емес. Қараңыздаршы, мысалы мен 5 деген санды алдым. 5 деген санды. 4 пен 7 арасында 5 бар, минус 4 пен 7 арасында 5 бар. Мұнда 5 жоқ деп болып тұр, шетінде тұрғандықтан. Мұнда тоже 5 жоқ. Яғни мен алатын саным бір варианттарда болу керек, бір варианттарында болмау керек. 5 апарып, осы екеуінің біреуін апарып қоя салайын, мысалы жерге. 2 көбейтілген 25 кіші 32, 50 32-ден кіші деп тұр. Мына кіші үлкен деген сөзді білу керексіздер. Енді мынау кіші деген сөз, мынау үлкен деген сөз. 50 32-ден кіші емес. 5 деген жауап, яғни бар жауаптар, ол қате, себебі 5 бізге керек емес, себебі 5-ті қойсақ орындалмайды. Түсіндер ғой, екі-ақ нұсқа қалды, А мен Б. 4 деген санды алсам болады, сен мұнда 4 бар, мұнда 4 жоқ болыпты, шетінде тұрақтан 4 жоқ, яғни жай жақша. Онда 4-ті қойсақ, бұл жерде 4 көбейту 16 болады, 32 кіші 32-ден. 32-32-ден кіші емес. Кіші және тең бола алады, кіші және тең болады, мынадай болса. Бола алады, бірақ чисто кіші болу мүмкін емес. 4 бізге керек емес. Жауабы сонда А. Келесі, рационал. Бұл негізі 11-ші класстың сабағы, күрделі түрде. Осындай сабақтарды шығару үшін мынандай бір формула бар. Ол формуланы білмесем, тағы бір методика бар, оны да білмесем, жалпы ештеңе білмесек, не істеуге болады балалар? Мынау енді сұмдық, мынау вообще айтсаң кейде ұяласың, бірақ енді нөлдік деңгейде деп атаймын балалар, мен бұған ешқандай ештеңе керек емес. Просто калькуляторды аласың, ұбт калькулятор бар. 3-ті аласың, түбірін табасың, 1/73, 10 апарып неше дейді? 4-ке көбейт деп тұр міне. Сосын апарып 7-ні қосамыз. Түбірдің ішінде 13-92 шықты. Мына жерде түрден көбірек алды, 92-82 деп полностью. Осыдан түбір тауып жібересіз, 3/73 шығу керек. Жауап 3/73 шығу керек. Мына жерге қарасаңыз, 2 қосу 1/73 қой, 2-ні қоссақ 3/73 болар. Қалғандары болмайды, өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады, сенбесеңіздер. Яғни қараңыздаршы, геометрия, соның ішінде вектор. Мынау сұмдық қиын есеп мынау деген. Негізі осы есепті шығара алмасақ, біз не істейміз? Просто минус 3 пен 2-ні жазамыз, минус 1 мен 5-ті жазамыз. Кеттік. Минус 1 мен 2-ні көбейтсек, минус 2. Азайту. Мына екеуін көбейтсек, минус 15. Екеуін азайтсақ, плюс 13 шығады. Бітті. Минус 13 шықса да плюс 13 деп аласың. Аудан теріс болмайды. Бітті, балалар, бітті. Басқа ештеңе жоқ. Енді салыстыратын болсаңыз сұмдық, мына жағына қарасаңыз, қараңызшы, мысалы, мына жақта не жазылған, мына жақта не жазылған. Китайский методика сомнение тудырады, күмән тудырады балаларға. Мынау келмейді ау, мынау мен жинау мүмкін емес ау деген сияқты.
Вот сіздерге дәлел болар. Қараңдаршы, міне 45 жинаған, 42 жинаған, мінекей қараңыздар. 5 жинаған, 41 жинаған, 44 жинаған, мінекей мында 47 жинаған. Балалар, жалпы не айтқым келеді? Тек қана Қытай әдісімен осылай 47-50 жинай алмайсың ау. Тек қана Қытай әдісімен. Неге? Себебі бұларда фундаментальный білім бар балаларда. Менде тек қана китайский методика емес, кәдімгі базалық курста бар негізі. Кәдімгідей бүкіл алгебра кітабын, геометрия кітабында қалай жазылып тұр, не үйретеді, басқа да курста үйретіп жатыр ғой, дәл сондай курс бізде де бар. Бірақ біз оларды ерекшелейміз, оған плюс китайский методика қосамыз, плюс нейроматематика қосамыз. Яғни біздің мақсатымыз сені қинап отырып оқыту емес, негізі жаныңды қинап, стресске түсіріп, бүкіл денсаулығың, жүрегіңді құртып, яғни бір грантқа түсесің, сен уже ауру болып қаласың да. Ондай емес біз мақсатымыз. Қараңдаршы, мына есепті шығара алмасаң, негізі оңай нәрсе ғой, біраз үдеу ғой, бірақ балаларға жетпейді, кішкене логикалық тұрғыда. Осы есепті шығару үшін не істейміз? Мына x-тен 1 деп тұр ғой, соны апарып есепке қоя саламын, болды. Қараңдаршы, міне 3 көбейтілген 1 қосу 1 неше шығады? 2 шығады ғой, 4 4-ті 1 2. Қай жауаптарда мына жерге 1-ді апарып қоямын, сол кезде 2 шығады, сол менде жауап. Міне мына жерге 1-ді қойсам 2 шығады болар. Басқаларынан шықпайды, тексеріп қара. Я, сіз айта мүмкінсіз, ағай, кейде бірді x-тің мәнін бермей қалса не істейміз деген сияқты. Оған да лайфхак бар, балалар. Яғни біз неше түрлі жағдайлардың бәріне лайфхак жасап тастағанбыз негізі. Қараңыздар, мына есепті шығара алмайық. Біз білмейміз ветпен, шығара алмаймыз, не істейміз? Жалпы негізі ветпен не үшін шығар дейді, потому что дискриминанты шықпайды, түбі ұрып кетеді. Қараңыздаршы, міне қараңыздар. 3-тің квадраты 9, 4 көбейтілген -5, 29, 29-ның түбірі жоқ. Әдейі қинап тастаған ғой сен деген мына жерде қараңыздаршы, міне. Апарып мыналар жерге апарып қойған кезде бөлшектер бөліп, ортақ бөліп, қиын болып кетеді мынау деген мысалы, дұрыс па? 29-ның түбір табамыз. Қосамыз 3-ті, бөлеміз 2-ні. Ветті білмейміз, енді білмейміз, немесе білгіміз келмейді дей салайықшы. 4,19. Бірақ білсен артық етпейді негізі. 29, 29-ның түбір табамыз. Сен жерде 3 минус деп тұр, 3-ті азайтасыздар. И бөлесіңдер 2. Тамбасы минус, сонда минус 1,19. Мінеке, мұнда олардың қатынастарын алу керек. Яғни мен тез есептеп отырсам 0,6, яғни минус 0,6. Бітті. Ештеңе керек емес, аласың калькулятормен. Осылай. Сиқырма балалар. Функция бұны табу үшін жалпы мағынасы бұл графикпен түсіну керек. Жақсы, енді графикті түсіне алмайсың дей салайық. Обытта келіп қалды, әйтеуір бір амалын табу керек, отырмайсың ғой, енді қалай деп. Мете саласың просто. Мына x-ның орнына любой бір сан қоя саласың. Мысалы, мен 1-ді қойдым, мен 4 болады үстінде, астында 2 азайтылған 1, үшін 4 шығып тұр y. Енді кері деп тұрасың, деп атайды тұр, мен керісінше қоямын, мен x-ның орнына 4-ті қоямын, сонда y керісінше 1 шығу керек. Міне д-да болады, қалғандарынан болмайды балар. Так, 7 бөлінген 7 1. 4-ті қойдым 1 шықты, 1-ді қойсам 4 шығып, 4-ті қойсам 1 шығу керек. Болды, жауап. Все. Түсінікті ғой, иә? Қиын жоқ балар, қиындық жоқ. Реально айтамын. Бұл постоянно всегда шығатын есеп бұл. Көпінше 10 класстағы күрделі тақырып. Горнер, Безу деген сияқты неше түрлі тақырып нелер бар. Жалпы x мен секке бөлетін болса, значит x-тен 2, бір түбір 2-ге тең деген мағынамен апарамда 2-ні x-ті орнына апарып қойып тастаймын. Түсіндіңдер ме? Үшін мынаны апарып нөлге теңестіресіңдер, шыққан санын жерге қойып тастайсыңдар. 2 көбейтілген 2-ның 4 дәрежесі 16. Мына жерде 2-ның кубы ол 8. Мына жерге жаңа 4-те 16 шықты. Мына жерде 2-ның квадраты ол 4. 13 көбейтілген 2 қосылған 9. Все. Все. Бағанан бері көрсетілген китайский методика жалғастырамыз әлі де. Балалар қараңдаршы, осындай китайский методикалардың бәрін жинақтап, бүкіл тақырыптар бойынша осылай курс жасап тастадық. Топ 500 лайфхак деп каждый бөлімдерге байланысты. Мына тақырыптар тараулар, обыттың бөлімдері өзі, обытта келетін дәл соған байланысты сәйкестендірдік. Геометрияға байланысты лайфхак аз, мен енді жасырып жатқан жоқпын ешқандай. Алгебраға байланысты бүкіл тақырыпқа лайфхак жасап тастадық. Балалар, соңғы айтатын нәрсем ол нейроматематика. Қараңдаршы, тангенс альфа мен тангенс бета қосылып көшеге шықты. Бір баладан фотоаппарат алып, құшақтасып фотоға түсіреді. Бітті, мына формуланы аты осылай айтылады. Бітті. Все. Вначале түсінбей қаласың, не етіп кетті деп. Бірақ процессе курста сізге до конца түсіндірген кезде, сіз мынаны есіңізде қалған кезде бар, ол почти ұмытып қалмайсыз ғой. Неге? Потому что ми, оны математика емес, бір оқиға, бір қызықты әңгіме ретінде ғана қабылдайды, болды. Ертегі сияқты. Бітті. Ешқандай қиындық тудырмайды миды сақтауға. Так, келесі, балалар, тригонометриялық, опять мынаны қосу, азайту, көп балалар шатысады. Бұл жерде енді романтика жатқан балалар. Синус пен синус қосылса, синус пен синус ұрсып қалса, косинус пен косинус қосылса, ұрсып қалса, кос, син, син, кос, син деген сияқты балалары бар. Жек көреді, өгей бала деген сияқты осындай романтикалық несі бар, енді айтпай ақ қояйық, бәрінің бірдей. Туынды, алғашқы функция дегендер енді функциялар, интегралдар, оларға байланысты қараңдаршы. Өте көп қой формулалар.
кекс, бір уля, бір ульяна, ах елена деген сияқты. Енді сәл грубый болса да, бірақ осындай керемет. Яғни біз сәл грубый, сәл күлкілі, сәл не қылып әдейі айтамыз ғой балалар, чтобы мына жақта сақтау үшін. Түсіндіңіздер ғой, иә? Шектен шығып жатқан жоқпыз, бірақ балалар геометрия, жартыбас, супер жартыбас деген сияқты формулалар бар, яғни параллелограммның үшбұрыштың аудандарын табуға арналған. Бұлардың да енді и так түсіндіреміз, бұлай дәлелдеп те береміз, проблема жоқ, дәлелдеп беру. Жалпы дәлелдеп беру, форманы ашып беру менің ойымша қызық емес сияқты. Қазақстанда мысалы 300 мың неше мұғалім бар, бүкіл мұғалім солай түсіндіріп береді ғой. Менің ойымша мектепте де солай түсіндіріп жатыр. Ничем не отличается, да. Лучше что-то другое керек та сізге. Да, келесі син қар киіп, қосыр киіп, таң қарыр деген сияқты осындай методика бар. Бұл сүйір бұрыштың синусын, косинусын, тангенсін жаттауға арналған нәрсе. Түсінікті ғой, иә? Міне, общем, қысқа нұсқа осы нейроматематика деген. Подробно тоже балалар YouTube-та сабақтар бар. Менде именно нейроматематика байланысты қарап шықсаңыздар болады. И то барлығы отрывоктар ғой везде. Полный сабақтар курстың өзінде. Пікірлер күтем балалар, біздің балалар пікірлері мына жерде. Қысқа бүйтіп. Өздерін оқып алыңдар. Бөлісіп отырамын. Көп мынадай пікірлер. Себебі біз мына методика, именно китайский методиканы мен 4-5 жылға уже жуықтады ғой. Қолданып жүрген ОБТ-да нағыз прямо. Енді ең бірінші бізде танымал бір әншінің баласы оқып, соға мен сол үшін шығарғам, китайский методика шығарған деген топтағам, жинағам ең бірінші. Курстың соңында келді, құлап қалды. Бірінші ОБТ, екінші ОБТ-дан алып шығу үшін осы методиканы шығарды ғой. Содан түсіндік та, что бұл методика барлығына керек екен. Ода айтқан, ағай, мынаны дамытыңыз деп. Сөйтіп Айду университетке түскен, Астана халықаралық IT университетіне бұл бала, грантқа.